Қызылорда облысы Шиелі ауданында қазір таңда мен мынау Шиелі аудандық емханаға келіп отырмын анализ тапсыруға. Мына анализ қағаздарын жаңағы мына жерге әкеліп, мына 127 кабинетте тапсыратын ек өткенде. Мына кабинетті ауыстыра береді, сүлгі ауыстырғанда ше, әптен шаршадық. Осы мәселені заң аясында шешіп кетсеңіздер, мына облыстың назарына мына кабинетке мача тапсыратын тұғын, мына кабинетке мача тапсыратын. Мына жерде кабинет ауыстыра береді, біз шаршадық әптен. Сүлгі ауыстырғанда ауыстырады. Бұл енді үрдіске айналып тұр. Енді қазір ана кабинеттеріне де барам мен. Ояқты да ауыстырды ма білмеймін, қазір анализге қағаз берген, направление. Осы мәселені Ақмарал Әлназарова деген кісінің назарына ұсынамын. Неге ауыстыра береді, Әбілпатта деген. Біз өзіміз құқықтармен приступ болып келіп отырмын, анализ тапсырайын деп. Өткенде алған анализді, кабинеттерін жазып отыр, ауыстыра береді, шаршатты да әттен. Екінші топтағы инвалидтерін осы мәселені реттеп беріп сұраймын, Ақмарал Әлназарованың назарына ұсынамын. Күтіп отырамыз қаншама. Бақила деймай, маска деймай. Депутат әкімдер бұл жерге көрінбейді. Алматы, Астана көрінеді ойын депутат әкімдер. Бұл шаршап отырмыз әптен. Екінші топтағы инвалид біз. Кабинет ауыстыра береді. Енді мына жаққа келе жатырмын қазір. 133-32 дейді қазір. Мына жақты қараңыздар, мына қай жаққа ауыстырып жүрген, рентгені, мына жақта, кабинетті сүлгі ауыстырғандай ауыстырады. Енді 30-шы кабинет дейді, зертхана, мына жаққа ауыстырып жүрген, қараңыздар. Енді бұлай қарай көрейік қазір. 32, мына жаққа ауыстырған, қараңыздар. Кабинетті қараңыздар, біз әптен шаршадық. Сүлгі ауыстырғандай ауыстырады кабинетті. Осы мәселені Ақмарал Әлназарованың назарына ұсынамын. Денсаулық министрі, сосын Қызылорда облыстық жаңағы денсаулық басқармасының назарына. Неге кабинетті сүлгі ауыстырғандай ауыстыра береді, Әбілпатта Алмас деген. Мен әкімге де барам. Өткенде барғанда анализ алатын жер, жаңағы жер тұғын. Енді мына жерге ауыстырып отыр. Енді келесіге өзі науқас мақұл. Депутат әкімдер кабинет ауыстыра берсін. Олар енді науқастармен жұмыс істемейді. Неге мына поликлиникада ауыстыра береді кабинетке? Осы мәселені заң аясында тексеріп, шара көруді сұраймын. Мына анализге келіп отырмын, екінші топтағы инвалидтің құқықтан приступ болып. Кабинет ауыстырып, ана жаққа, мына жаққа ауыстырып шаршатып отыр. Осыны заң аясында тексеріп, көмек беруді сұраймын.